Құрметті тыңдармандар, Әкбар Батырдың интернеттегі нұсқасы да өте көп қателіктер бар. Енді шамамыздың келісінше түзетіп оқуға тырысамыз. Дұрыс түсінгейсіздер. Әкбар Батыр романының 4-ші тарауы. Еспосынның Ыластайдағы ескі қыстауынан өрлеген жалғыз аяқ қысаң жол қаспақ сайына тіке апаратын. Осы қаспақ сайының тұйық басындағы биік шоқыны ел Еспосын шоқысы деп атасатын. Еспосын шоқысын иелеген жалғыз мерген қаспақ сайының тұйық басындағы бір үшпа кезеңінен тосса мыңға татырлық берік бекініс еді. Қатпарлы биік жартас арасынан шығатын жалғыз аяқ соқпақ жолдан басқа ұшқан құстан өзге тірі пенде бұл араға бара алмайтын. Осы шоқының үстіндегі Көкнауаны партизандарды жаттықтырудың берік бекінісі етіп алған еді. Көкнауаның бақатал өскен саздауыт соқыр бастауының жағасына тігілген партизандардың жеңіл қостары мен итарқа жаппалары күндіз түні дырдумен қимылдың бесігіне айналып жататын. Мергендер ұзын күпі, түлкі тымақ, бөрік қалпақ, тон шалбар киген жай қазақ азаматтарына қара атқызып жаттығу жасатып партизандық тәрбиеге жаттықтыратын да жататын. Бастабында бұл араға қомша дал-дұл болып келген ауыл азаматтары көп өтпей бас аяғын жиыстырып, шорық шақайларында жіптіктей қып тартуға әдеттене бастады. Мылтықтың масасын басуды білмейтін момақан жігіттерде партизандық тәртіпке тез үйлесті. Олардың жатса тұрса ойлайтыны батыр болу, ерлік көрсету, ел үшін барын арнау дейтін сенім ғана еді. Бұл олардың өз ойларынан жалындап шыққан шындық болмағанымен шындықтан, ортақ ақиқаттан, тәлім, тәрбие, ақыл, кеңес арқылы жетілген өркен еді. Партизандар өзара әзіл қалжың арасында немесе жаттығу кездерінде болсын, Әкбардың аузына шыққан бір ауыз лебізді тәпсірдей жаттап алуға ұмтылатын. Соның көбі ерлік жігер, мұрат, мұрал, сенім мен қажыр қайрат жайында айтылатын сөздер болушы еді. Содан былайғы күлкі қызық әңгіменің негізгі өзегі ауылда қалған асыл жар, аяулы бойжеткендер жайынан туындайтын. Өзекті өртеп жүректі күйдіретін айдай арулар Жұмәділ мен Мұқасақ сияқты жігіттердің көз алдына елестегенде құлақтарына теңселіп тербелген сөлкебайлар мен шолпының сыңғыры үзіліп естілгендей болушы еді. Әкбар домбыраны қолына алып безілдетіп жібереді. Оралбай кішкене ақ сандықты алдын өңгеріп алып, партизандардың тізімін реттеп тізімдік тұрғызып отыр еді. Зейнеп Әкбардың бетіне күмілжіген бейнемен мұңая қарады. Ойында Сейітті дереу құтқару жайлы бірдеңе айтпақ еді. Қос ортасына жаққан жайдақ отта тұрған сары мыс шәугім тасып отты бор-бор еткізді де күл бұрқырап аспанға көтерілді. Зейнеп мосыны екі сирағынан ұстап кейін тартты. Әкбар мұндағыларға бейтаныс бір мұңлы әлгі күйді жан шуағымен сүйіне шертіп ұзаққа толғады. Шығандап, шарықтап, үзіліп сорғалаған қоңыраулы күй толқыны бірде боранды дауылды қаһарлы тағдырға қарсы жүзген ескекшінің қатерлі тағдырын елестеткендей ышқына өксіп, күңірене бұлқынып, тұншыға булықты да кенеттен қайта қанат қағып, шығандап, самғап сала берді. Әкбар мынауың мен естімеген бір жаңа күй ғой, аты не деп төр алдында бір жағалақанымен жағын таянып жамбастап жатқан Патик кеудесін жерден жұлып алып. Сол сәтте оның көз алдына айлы түнде алысқа шеру тартқан қалың жортуылшының дүрмекті жойқын дүбірі елестегендей болып еді. Оралбай жазып отырған қағаздың үстіне қаламын қоя салды да, Әкбар шертіп отырған әлгі күйдің жанды желпіндірер толқынды ритміне құмарта құлағын салып аңсары ауды. Домбыраның пернесінде ойнақтаған салалы саусақтар көзлестірмей күй толқынымен бірге жөңкіліп, сағым боп сабылып, өр киіктей ойқастады. Күй шырқау көкке қайта бір самғап, қоңыраулап барып үзілген соң Әкбар Патикқа бет бұрып, бұл күйді Әшім қоңқай қоңырларының ішіндегі ең шырқау биігі деп шертуші еді. Әшікеңдей шерту қайдан болсын, әйтеу сүлдесі ғой менің шертіп отырғаным. Күйдің аты қазақ ауғанда деуші еді, деп қолындағы домбыраны жүкке сүйей салды. Осы кезде есіктен соза сәлем беріп, Әшікбай дейтін қарасулық албан жігіті кіріп келді. Әшікбай Патиктің төмен жағынан келіп орын алып, орнығып отырған соң Әкбар Әшікбайға бет бұрып, Әшікке не хабар бар деп Әшікбайдың бетіне қадала қарады. Өйткені Әшікбай көтеріңкі көңілді кірген еді. Жанға жайлы тиетін жақсы лепестің бір аңысы бардай байқалғанды. Абыржытқан
сабырлы, сабаз жігіт Әкбәрді жуырдан бері алаңдатып, абыржытқандай бір жағдай Сейіттің қапылыста жау шарлаушыларына қолды болып қалғандық еді. Соңғы 3 жылдан бері Сейіт арт-артынан түрмеге 3 рет түсіп еді. Енді міне қарулы көтеріліс басталады деп кезеніп тұрған қиын кезеңде оның оқыстан жау қолына түсуі Әкбар үшін орны бөлек ауыр жағдай болып отыр. Сейітті құлжаға жеткедік деп қайшы шіргеге әкетіпті. Олар 200-дей адам екен. Өлкеден Лобынды деген біреу келіпті дейді. Аймақтың ақылшысы Ильяс осы реткі банды тазалау әрекетіне жауапты болып, қайшы шіргеде әр ауданнан ұсталған партизандардың бас атаманы дегендерді сұрақ қылып жатыпты, деді Әшікбай Құлжадан алған қабарын толық әңгімелеп. Әкбар оның айтқандарын бар ықыласымен зейін қоя тыңдап отыр. Ойына әлденелерді бүгіп, қайшы шіргедегі осы реткі жаза майданына байланысты көп жағдайларды көз алдына елестетіп, соның опырлар буынын, жұлын жүйкесін тауып, қанжар салуға іштей бекінді. Сейіттің бастан кешірген азапты күндерін есіне алып еді. Жүрегі ине сұққандай шым етіп, бауыры елжіреп кеткендей болды. Өзін дендетіп жеңіп бара жатқан бөгде қиялдың қақпанына алдырмауға тырысқан сезімтал азамат. Аласапыран ой теңізінен бойын дереу тартып алды да қасындағыларға ой тебіренісін сезірмей қайта қайырылып, біз баяғысындай қомақты әсерлі әуенімен жарқылдай тіл қатты. Ал жігіттер, олардікі бейшаралық. Онда біздің адамдарымызды олар арнаулы түрде қайшы шіргеге жиып берген екен. Бұл біз үшін тиімді. Оларды қайшыға апарып, қалың халық алдында сұрақ қылып қинауы, елдің үрейін алу, бандыларды қолдасаңдар, сендер де осы азапты тартасыңдар деп ел арасындағы ер жүрек азаматтарды қаймықтырмақ деді. Отырғандар Әкбардың бұл сөзінің арғастарын толық түсіне алмай аң-таң болды. Әкбар Оралбайға бұрылып, сен тез бар да Қамит пен Мұқасақтарға хабарла, қазір жұмыс бар, деді. Оралбай қағаз қаламын дереу жиыстырып есіктен шыға бергенде Әкбар оны қайта тоқтатып алып, науан жолынан қалмай кете берсін, бізге қарамасын, деді. Мұнысы түрмеден қашып шыққан Қайнам сияқты кертартпа үкіметке қарсы адамдарды партизандар қатарына тарту жөніндегі орналастыруының жалғасы еді. Ол сөзінің жалғасын Патихқа қаратып, Ақбұзау асуына кеткендерден хабар ошардың болмаған-ай, бұлар нағып кешікті деп Медетбек пен Патиха алма-кезек қарады. Бұл сөз Алтай Тарбағатай жақтағы партизандарға бағыттай айтылған ішкі бір байлам еді. Әшікбай көпті көрген жасамалы азамат болатын. Іштей жарайсың Әкбарым, мына сөзіңе қарағанда Сауан Шиху Бұратала елімен де ұштасып жатқан байланысың бар екен-ау деген жорамалмен Әкбардың ішкі себін сезсе де сезбеске салып, оның қызара толқып тұрған жүзіне сүйсіне қарады. Қамиттар келісімен кеңес шұғыл басталды. Патих бұл ретке жиналыстың мән-жайын қысқаша түсіндіргеннен кейін сөз кезегін Әкбар алды. Бүрсігүні қайшыда ләймағы бойынша ашық сот жиыны болмақ. Мұнда бізді қолдайтын 200 азаматтың үкімі шығарылмақ. Солардың ішінде сейіттер бар. Біз оларды құтқарып алуымыз керек. Бұған қалай қарайсыздар, деген еді. Отырғандар ду етіп, оларды сөзсіз құтқарамыз деп қолдау айтты. Әкбар содан сөзін одан ары сабақтай түсіп, жарайды жігіттер, бұл тек пейіліміз ғана. Ал олай болса, оларды қалай құтқармақсыңдар? Енді осыған бір келейікші деп төңірегіндегілерге жағалата көз сыздырып қараған еді. Отырғандар бұл сұрауға мардымды жауап таба алмай дағдарып отырып қалды. Сонан соң Әкбар бұл істің шешімін өзі жасады. Алдымен қайшы шіргеге де Торғай, Сәменбет, Шағырай, Тілеуке сияқты отырақты тұрғын ауылдардың жай жапсарын түсіндіреді. Онан соң үкімет адамдарының сақшы жақтың күш-қуатын салыстырмасын байымдады. Олар қуыс кеуде айбарына сүйеніп отырғаны шындық еді. Соны Әкбар белгі бедермен бөгенайлап ұғындыра келді де жергілікті бұқарамен ел басыларына оқ тартып алмау жағын қатаң ескертті. Сөз осы араға келгенде Патих сөзге араласып, Ильяс деген бір тұзақ бас сом, оның да айла шарғы амалы аз болмаса керек. Менше пулеметтен екеу ала жүрсек деген еді. Әкбар оның бұл ойын теріс көрмеді. Партизандық жаттығу сынағынан өткен сығай азаматтармен Патих, Мұқасақ, Медетбек, Әларис сияқты мергендерді әрбіреуін 5 адамдық топтың бастығы етіп белгілеуді ұйғарды. Қайшыға жеткен соң партизандар әркім өз алдына жол тауып, Құда-Жұрат,
дос жаран туыс туғандарын тауып жолаушы туысшылау бейнесіне енуді бұйырды. Жиын басталатын күні партизандар жергілікті халықпен бірге әр тұстан ағылған ел арасымен жиын майданына кіретін болды. Бірде біреу біліп ұғып болмайтын осындай аласапырандықта партизандар өз топтарына шоғырланды. Нақтылы қимыл сол майданның ығына қарай орналастырылатын болды. Әкпарлар қайшының шығысындағы ашалы қыстаулығының орманды шатқалына ілінгенде алдыларын тосып, бас аяғын жестіріп, адамдарын толықтап түгендеп алмақ болды. Бір тәуірі сақтық үшін 4-5 шақырымдық аралық қалдырып орналастырылған 40 кісілік 8 топ қатпай соқпайға ілікпей бірін-бірі өкшелей келіп қалған еді. Жыныс орманды тарғалаң шатқалды бұлақ бойында бақыршаларын аспақ болысып еді. Елсіз мекенде түтін шықса сезіліп қалармыз деген леп шықты. От жақпалық деді Оралбай алаңдап. Кеше-кештегі татқан сумен келеміз, шегіміз көгеріп өлмейміз бе? Жорыққа төзу керек, төзбейтінің бар, партизан қатарына неге кірдің? Оралбай мен Бектұрған сөз таластырып шармаяқтасып қалып еді, бұларды Әкпар келіп жөнге салды. Күндіз күн қызғанда жаққан оттың түтіні білінбейді, жігіттер, біз бұл араға әтейлеп тоқтадық. Бақыр қазан сияқты мүліктерді осы араға қалдырамыз. Партизандар арып шаршады, ат соқты. Осы арада бір достық тамырларын жадыратпаса болмас. Оттарыңды жағып тездетіңдер. Енді осыдан былай жай жолаушы, жүргінші жоқ қараушы әлпетіне енетін боламыз деді. Ертесі Көгершін тауының сай-саласы мен шірге жайлауларындағы тұрғын елге қонып, түнеп жатқан жиналысшы топ қайшы жазығындағы қалың ауылды бетке алып сай-саладан өрге төменнен топ-топ болып ағыла бастады. Бұлардың ішінде әр ауыл, әр болыс елден арнаулы шақырылған ел ағалары мен ғибарат алуға үнделген жай азаматтар да бар еді. Атты жаяулы бұқара, кедей кепшік, жарлы жақпай демей Ильяс сахана етіп белгілеген көк төбеге ат басын тіреп жатты. Қайысқан қалың ауылдан оқшаулау тіктірген ондаған шатырларда үкімет адамдары тұрады екен. Сейіт бастаған 200-дей бандыларды сол шатырлардың ар жағындағы күнгейлеу дөңеске қазық қақтырып, 4 борбайларын күнге қақтап керіп тастапты. Майданға келген елді мәуезерлері мен тапаншаларын салақтатқан түсі суық сақшылар топ-топқа бөліп соларды бір бастан тексеріп, бір бастан көрсетіп, экскурсия жасатып, бәрін өткізіп жатты. Тырдай жалаңаш, басы көзін қан жапқан азаматтардың аянышты тағдырын көрген ел жағаларын ұстап, жандары түршікті. Әкпарларда осы жайды өз көздерімен көріп, шегінен асқан жыртқыштыққа зығырданы қайнады. Әкпар осы арайда үкімет адамдарына арнаулы тігілген шатырлар мен киіз үйлерден шыққан сақшылар мен үкімет адамдарының жалпы санын сырттай топшылап та үлгірген еді. Оған да көңілі орнықпады. Елгезек епшіл Оралбайды үкімет адамдары түскен шатырлар мен киіз үйлерді барлап байқастауға бұйырды. Сәлден соң даладағы және үйдегі адам саны да мәлім болған еді. Бұны да Әкпар өз толғамы бойынша ішіне бүгіп қойды. Сәлден соң басына қоңыр шилапа, үстіне сұр пальто киген Ильяс Тадай, Мәткерім, Шың-Шың, Нұрболат сияқты ақалақшы мампаңдардың жалбырап жастық болған қошаметі ортасында жиын саханасына көтерілді. Қарағайдың бүрінен орап, жалбырлатып жасаған жиын саханасы тумысында көрмеген дала қазағына біртүрлі даңғазалы көрініспен көрініп тұреді. Маңдай шағылығына керген қызыл дабыға, ұры қары, бандыларды аластау зор жиналысы деген сөз жазылған. Соның саясына бастығын Ильяс өз қатарына отыруға ұсыныс етті. Екі дөкей сахана төрінен орын алғаннан кейін қалған бөксесімен май біткен желкесі шодырайған шардақ қарын, қамы таяқ ақалақшы мампаңдар ақ қара қоңыр түсті пәлтоларының екетектерін далбырлатып, шашақты ақ қалпақтарын шекірейте киісіп, өздерінің рухына қарай иығынан тыныс алып, сахана төріне маңғаздана малдас құрды. Қайшының кең жазығы жыпырлап сеңдей соғылысқан адам теңізіне айналды. Соның көбі жоқ-жітік аш-жалаңаш қара қауым. Мойындарына қоржын салған тіленшілер де жеткен екен.
аллай қақ деп ақ таяғын көтеріп сылдырмағын даңғырлатқан бұрқыларда ел назарын өзіне аударды. Біреуді біреу біліп болмайтын бұл реткі жиналыс іле сахарасында бұрын соңды болып көрмеген тың жаңалық еді. Тарқақ елді тәртіпке шақыруды нысан еткен қайшы жиналысы тұтас іле сахарасын дүбірлетіп, тіксіндіріп, үрейге салып тастағандай болды. Жұрт іші гу-гу өсекке дақпыртқа толған. Біреулер Әкбардың інісі Сейіт бастаған 20 адамды атады екен десе, енді біреулер осы 200 адамды бір-ақ атады екен. Көрмейсің бе? Ата, ана салақтаған тапаншаларын, сорайған мылтығының найзасы қалай өзі? Адам пендесі көрмеген нәрсе ғой. Ойпыр-ай, кесапаттың үшін қараш, шәкпілері қандай сұмдық. Мынау осы айбарлы айбынды сұрқынан ақ үрей ұшып, шыбын жаны тас төбесінен шыққандай екен, деп әркім әр қырға салып, ел арасы гулеген өсек аяңға толған. Бұл тұста Ілияс бастаған үкімет жағының адамдары мен оның атарман шабармандары, ақалақшы Мампаң сияқты жергілікті жерлердегі олардың желеуін желпіп шашбауын көтеретіндер Ілиясқа жанасып, жақындасып, үкімет адамдарына араласқанына Құдайға қол жеткенде айқұлақтанып, өздерінше жондана түскен. Үкімет жағының әредіктеп бесатар нәганын салақтатқан сараяқ сақшылардан басқасы тегіс құрғол екенін жай бұқара бұл тұста ойлап та көрмеген. 200 азаматты көгендеген қозыдай тізіп, 4 борбайын 4 қасқа керіп байлап тастап, ұрып-соғып қинап жатқан үрейлі құбылыстан ел әбден су жүрек болған. Осыны көрген ел ортасын түгелімен үрей қаптаған. Сол қинауда жатқандардың дос-жарандары, аға бауыр әпеке сіңілдері былайшыға көз жасын көлдетіп, қабырғалары қайысқандар да аз болмаған. Соған орай әр аудан, әр облыс ел біліктілері өздері осы майдан қалып келген банды, ұры, кезеп, қарақшы, айдарлы қылмыскерлерін Ілиясқа жағатсу, жағымпаздану тұрғысынан әредікте қоқиланып, қожаңдап, қолшақпарларын жіберіп, ашындыра дүре соқтырып, тақымдарына қылбұрау салғызып тұрған. Осылардың ішінде Сейітке қолданған жазасы өзгеше, адамның сығып суын шығаратын, жанды түршіктіретін өзгеше бір қинау еді. Сейітті алғаш тергеуге алған күннен бастап, ұрып-соғып, байлап, матап шындығын айтқыза алмаған. Тергеушілер мәткер мақалақшының кеңесі бойынша құнан өгізді бітеу сойғызып, терісінің жүнін алғызып, бітеу терге Сейітті салып, күнге тастатқанда болатын. Тамыздың қайтар алдында даланың апшысын қуырған ыстық теріні қуырып, бүрген сайын Сейіттің құлын даусы шығып, аумақтағы елдің күндізгі күлкісін, түндегі ұйқысын бұзған еді. Сонда да Сейіт өз бетінен қайтпаған. Әлсіреп, талықсып, үні ішіне түсіп, тіл ауыздан қалып, қара тұяғынан қал кеткен аралыққа дейін партизандық қимыл жайлы бір ауыз леп шығармаған еді. Ақыры Сейіттен жауап ала алмасына көз жеткізген үкімет жағы Сейіт бандыларды құй әшкерлесін, әшкерлемесін, онысы бізге дәр емес, ақыры атылатын адам өліп қалмасын, шығарып қазыққа таңып қойыңдар, атылғанын ел көріп ғибарат алсын деген жарлық түсірген. Сол тажал теріден шығарылған соң бір сөтке есін жия алмай талып жатқан, есіне келгені кеше ғана еді. Адам пендесі қара тұяғынан қал кетіп, Әзірейіл шыбын жанын суырып алып кеткенше жарық дүниеден үміт үзбейді деген сөз рас екен. Әумесерлер Сейітке дүре соғып, тақымына қылбұрау салып қайтып кеткен бір орайда Сейіттің көз алдына оның аяулы асыл жары қызырқан бір елестеп кетіп еді. Сейіт өзіне қайта оралмастай сезілген буалдыр тұнжыр қараңғылыққа сүңгіп кіріп, көз ұшында бұлдырап ғайып болып бара жатқан бақытты шағын үлбіреген ұят пердесі аршыл жанын тұтқын еткен күнәдан пәк кездерін күрт есіне мұңая есіне алды. Осыдан кетсең, енді қашан келесің деп қиылды қызырқан. Қиыла толқып, қыз мұңдана жалт еткенде, оның шарасы кең, мөлдіреген тұнық жанарының аясына бір түрлі мұңлы сағым дір етіп тұра қалғандай болып еді. Сейіттің жұқалаң ерні дір-дір етіп, қыздың жел толқытып желбіреткен құлаң шашынан сипады. Енді көп тұрмалық біреу-міреу көріп қалар деген қыз албырт жүректің асау толқынын ар-ұятқа жеңдіріп, Сейіт қызды өз құшағына тартып, талаураған қызыл торы жүзінен шоп еткізіп сүйіп алған еді. Қызырқанның секемшіл, аршыл жүрегі атқалақтап, құрық көрмеген ашау, шу асаудай мойнын ішін алып бұлқынып кеткенде, тірсегін соққан тоқпақтай қос бұрымы төңкеріле иығынан аса құлады. Шамданып қалдың ба, деді жігіт, тағатының тағдырына кінә артқандай демігіп.
тіл қатты. Қыз жігіт құшағына ысытылып шығып алған соң алдына құлаған қос бұрымын артына қайыра тастап, талдың шытыра жапырақтарын сыдырып, үнсіз мөлиіп қырындай қарап тұра қалды. Етті аршын төс балғын омырауын тік ұстап Сейітке көзінің қиығын қайта тастады. Жоға, деді Қызырхан, жазық маңдайын жапқан үйең шаштарын судыраған сүйріктей саусақтарымен құлағының үстіне қарай сиырып. Жігіт оның нарттай алаулаған дөңгелек жүзіне іңкарлық сезіммен ынтыға қарады. Сол сәтте қыздың толық етті жеңдір сымбатты шаршы бойына құп жарасқан қызыл алмадай ғажайып балғын жүзі, керілген қиғаш қасы, дөңгеленген қырлы мұрнының мөлдіреген ұштары ертегі аңыздарда айтылатын қор қызына ұқсап кеткендей болды. Сейіт өз өмірінің бақытсыз, баянсыз сапарын осылай бір елес етіп өткенде, көкжиекке енді ғана көтерілген өмірінің жарық айы секілді асыл жары Қызырхан тағы бір құйғып өтіп жарқ ете қалды да, жігіттің шерлі көкірегіне дерт құйып жібергендей болды. Ілияс бастаған дөкейлер саханадан орнығып орын алды. Тапаншасын салақтатқан сараяқ сақшылар қайшының кең жазығында сеңдей сапырылысып ары-бері шапқылап қайшасқан қауымды тәртіпке шақырды. Сәлден соң Сейіт бастаған 10 тұтқынды сахана алдына әкеліп тоңқайтып, басын игізіп екпеттетіп қойды. Әр тұтқынға бірден сақшы тураланған еді. 5 атар асынған бос белбеу бота тірсек сақшылардың каперінде еш нәрсе жоқ. Әрқайсысы өзіне қарасты тұтқынды бағып, көз айырмай күзетіп тұр. Қозғалып кеткендері болса, қодыраңдап құқай көрсетіп, желкесінен нұқып басып қояды. Әкпар тұтқындар тұрған тұсқа топ арасы менен жылжи жақындап келді де, артында ұзын көлбіреген сұр пальтоның ішінен қол пулемет асынып келе жатқан Хамитқа тездет деген белгі берді. Хамит топты адамды бұзып жарып Әкбарға таяғанда, Мұқасақ тобындағы жігіттер де әлгінде Әкбар көрсеткен межелі жерге жетіп, өз әзірліктерін жасап үлгірген. Әкбар топты адамның арасында мойын созып қараған еді. Медетбек жетекшілігіндегі жігіттер де сол жақ қанаттан келіп кірген екен. Әр екі қанатта топтар өз әзірліктерін толығымен орындап, тек қана Әкбардың бұйрығын күтіп тұрған. Әкбар Хамиттің қолындағы қол пулеметті алып дескасын оңап алды да, секіріп шығып пулеметтің аузын тұтқындарды күзетіп айқұлақтанып айбар шегіп тұрған құралды сақшыларға қаратып оқты боратып жіберді. Сол ақ екен, екі қанаттағы Мұқасақ пен Медетбек те сахананың екі босағасында күзетте қарауылда тұрған құралды сақшыларды бұлқынуға келтірмей түтіп жіберді. Осыдан бастап жиын саханасы азан-қазан күйге түсіп, шу-шұрқанға айналып кетті. Құралын дереу жиыстырып алыңдар, деді Әкбар партизандарға бұйрық беріп. Қасқан шәкпі киіп қаһар шашқан сақшыларды Әкбар бастаған партизандар Ілиястың шеріктерін қасқыр тиген қойдай ғып қасқағымдақ қызыл қырманға айландырып жусата салды. Ілияс мәткерімдер топ арасымен зытып бермек болған еді, Мұқасақтың жігіттері өкшелей қуып қоршап алды. Осы әлетте Нұрғали, Әләріс тобындағы жігіттер жергілікті халықты қозғап, қазықта байлауда жатқан тұтқындарды бір шеттен босатуға кіріскенде, Хамит оқ құшқан сақшылардың қалтасын тінтіп жүріп, Сейіттердің қол аяғындағы кісен көзірдің кілтін тауып алды да, оларды құрсаудан босатты. Әкбар едіге ауылдарының зәңгісі Амансиқ, Сұлтан Күнде сияқты өздерін қолдайтын елбасыларын шақырып алып, оқтан атыстан жан сауғалап, алды-алдына тоз-тоз болып қашқан жұртты қайта ұйымдастыруға бұйырды. Аттан, қазақ аттан, жоғалсын кертартпа үкімет, еркіндік үшін күресейік деген ұрандар көтерілгенде, Қайшы жазығында бұрынғыдан өзгеше жаңа бір дүбірлі екпін көтерілген еді. Тұтқындардың аянышты халіне жандар ашып, қабырғасы қайысып әрең тұрған ел партизандар жаққа шығып ұран салысты. Ілияс тобындағы дөкейлер Мұқасақ бастаған партизандар жағынан тұтқынға алынды. Біреулер бірде біреу еліп болмаған, біреуді біреу біліп болмаған, сеңдей сапырылған осы аласапырандылықты бәсейтіп арнаға салу үшін Әкбар Сұлтан Күнде, Амансиқ, Медалқан, Доспар сияқты ел танитын білікті адамдар шақыртып алып, жазалау жиналысын енді төңкерістік жиналысқа өзгертуге бұйырды. Хамит тобындағы азаматтар ескі сахананы өзгертіп, қайтадан сахана жасауға кірісті. Саханадағы үкімет жағының плакатын алғызып тастағаннан кейін Патик Әкбарға бұрылып, әбе өткенде құрал алып келіп жатып, Шағырай, Медалханның үйінде айтқан сөзіңнің шындыққа айналғаны осы ғой, деді көңілденіп. Патик мінезді нарықты азамат еді. Әкбар оның
оның үтірін орайын тауып айтқан қолпашына анша бір масаттанып Марсия кеткісі келмеді. Әлі де сол өзінің баяғы сары алтындай салмақты мызғымас табандылығымен табандап тұр. Мен оны білгірліктен айтпаған шығармын бәке, әр істі шындық өзі-ақ айтқызбай ма деп сәл жымиды. Патихты жұрт арасында үлкен зиялы екен, Москвада оқыпты дейтін аңыз таралу тегін емес болатын. Атына біліміне сай келмеген болымсыз желпінісін, ұстамсыздығын мін сезініп, Әкбардың мызғымас ұстамдылығына іштей мойынсал болды. Үкімет жағы ел біліктілерін өз жағына тартып, халықты алтыруға қарсы тұруға үндегенімен, Әкбар жетекшілігіндегі азаттық топ атты партизандар ұйымының халық арасындағы ықпалының қаншалық екенін ойлап та көрмеген еді. Бүкіл Іле сахарасын дүрліктірген қайшы жиналысының әуселесі осы болды. Соны жорта жонып болса да мөлшерлеп көрмеген үкімет жақтың селқос нараулығын Әкбар өз серіктеріне талай рет ескерткенді. Халықтың мынадай сын сағатта партизандар жаққа жапырылып бірақ шығуы бар жағдайды өзінше ұғып білдім, түсіндім деп жүрген Патих үшін күтпеген аса бір өрісі кең өрелі тың жаңалық еді. Әкбар оның өткен жылы құрал алып кел жатып біз түсіп шай ішкен үй алгіндегі Медалханның үйі сол емес пе әбей деген сөзіне бас изеп, ұмытпаған екенсің ау бәке, сол Медалхан осы деген Әкбар әлгіндегіден гөрі ашыла тіл қатты. Бұл тұс ел жайлаудан қайтқан шақ еді. Кең сақара сарғайып, тұяқ кестік айналып, құлазып тұрған бір кез еді. Әкбарлар қыр текшеге келгенде құрал артқан аттары босаңсып, өздері бұрыттан ыстық су ішуге ділгір болып, кенезелері кеуіп, еріндері тобарсып әрең жетіп еді. Жігіттер, бұдан өтіп кетсек ел жоқ. Медалхан деген адам осы қыр текшеден бізді тоспақ болған еді. Құрал артқан аттарды жалаңаштап, осы араға бекітіп тастап, сол Медалханның үйін іздеп тауып, ыстық су ішпесек болмады деген. Болдырып әрең келе жатқан серіктері сөйтейік депті. Мұна өзі бір ен жер екен деп ду көтеріскен жігіттер құрал артқан аттарын бекітіп, қару жарақ салған жәшіктерді бұлақ жағасындағы бақаталдың арасына жасырып тастап, Қыртекше бұлағының құйғанында елден ала кейін қалып күрке тігіп отырған Медалханның үйін іздеп жүріп әрең дегенде тауып еді. Сонда егделеу ашық ауыз сахара әйелі жөн сұраған Әкбарлардың жолаушы едік, тақия жыңнан келеміз деген сырдаң сөзінен анып, өзінің ерінің ілеге кеткенін айтып, ақ көңілдікпен ағынан ақтарылып еді. Әкбар әйелдің естуімізше Еспосының баласы Әкбар Сейіт дегендер үкіметке қарсы топ құрыпты. Соғыс болады деген қауесет бар. Соғыс болып кетсе Бұраталаға көшпекпіз, болмаса Ілеге түсіп күзеуді сонда өткізбекпіз. Соғыс болса болса екен. Мына үкімет әбден тынышымызды кетірді. Үркіп шөп жеп су ішпес болды ғой бұл ел деген сөзін Әкбар былай шыға бере қасындағы Патих сияқты жігіттеріне, көрдіңдер ме әлгі әйелдің айтқан сөзін? Шаң еткен мылтық даусы шықты болды. Осы ел қосылып кетпей тұра ма деген сөзді Патих әлі есінен шығармаған екен. Осы сөздің шындыққа айналуы Патихты қатты желпіндірген тәрізді. Тездетіңдер, қару-жараққа Медетбек иедершілік етсін, ана тұтқындарға Мұқасақ Оралбайлар жауапты болсын деді Әкбар Хамитқа. Өйткені Әкбардың байлам матам шешімдері мен бұйрығының бір талайы осылай жүріп жатқан еді. Біздің күшімізге еселеп күш қосылды. Бұларды біздің негізгі тіректі күшіміз болады әлі деді. Әкбар Хамитқа қайта бұрылып, шындығы солай әбе, бұлардың ішінде не бір сайып қырандар бар ғой. Болмаса бұларды іріктеп екшеп мұнда алып келер ме еді, деді Патих. Сол сәтте сұлтан күнде топты адамды бұза жара жақындап келіп, Әкбар батыр әлгінде оқтан үрейленіп, өрге төмен жан сауғалап қашқан елдің алдын қайтардық. Енді мына елді тәртіпке шақырыңыз деп ары қарай бұрылып ат үстінде тік тұрып, әй ағайындар, енді шуламаңыздар, біраз сабыр етіңіздер. Анау ары бері қайшасқан қалайық, бер таман жақындаңыздар, тәртіпті сақтаңыздар деп шуласып шұрқырасып, сеңдей сапырласқан жұртты тәртіпке шақырды. Биіктен көтерілген зор дауыс барлығын басып түсті. Сол-ақ екен даланы бастарына көтеріп шулаған ел тына қалды. Бәрі де азаттық топ адамдар екен. Үкіметтің айбарлы сақшыларын қойға тіккен қарақшы құрылда көрген жоқ қой тегі. Бәсе, бекер адам үкіметке қарсы топ құрала ма? Ойпырмай, не деген мерген еді өздері. Осыншалық топты адамның бірде-біріне дарытпай, ана сараяқ сақшыларды теріп тұрып сұлатқанын көрмейсіңдер ме деп гуілдескен ел Әкбар адамдарының мергендігін, жау жүрек ерлігін әркім әр қырға салып аңыз етсе, енді біреулер Әкбардың бой тұрқын ажарын сөз етіп, сүйіне әңгімелеуде еді. Үсті басы дал-дұл кір-қожалақ жаман қара күпсін сүйреткен қара сирақ бір шайқы. Алла хақ
аллай хақ, ей хақ пайғамбарым, әулием өзің қолда, ел аман болсын, батыр аман болсын, сұқтының сұғынан сақта Құдай деп ыржия телмеңдеп Әкбардың қасына жетіп барды. Әкбар оның сау тамтығы жоқ, үсті басына ұсқынсыз үнжырғасына сәп-сала бір қарап шықты. Сорлының сұрқы кетіп қалған екен, сидиған шидей сирағы тарамысына ілініп тұрғандай. Әкбар осыған көз қыдыртып назар сала тұрып ел арасындағы жоқ-жітіктерге ой тастады. Солардың көбі жалаңбас, жалаңаяқ, сам-сам тұрмыстан әбден қалжырап жаураған көрінді. Әкбар батиқ Меделбек сұлтан күнделер саханаға шыққанда азаттық тобы жасасын, азаттық үшін күресейік деген ұранмен қоса шатырлаған шапалағын ұзаққа дейін толастамады. Әкбар жұрттың райын ғылым бағып, сахана төрінде бұқараға, халыққа деген терең ілтипатпен бөгеліп біраз уақыт тұрып қалды. Сәлден соң сұлтан күнде даусын көтере қатқыл үнмен елді қайтадан тәртіпке шақырды. Гулеген жұрт су сепкендей тына қалған осы орайда сұлтан күнде тіпті де есіле сөйлеп, ұзақтан бері аңсаған арманымыздың құлағы көрінгені міне осы, құлақ естігенде көз көреді дегеннің дәл өзі. Сіздер тамсана жырғылып таңғажайып аңыз әңгіме етіп жүрген Әкбар батыр қазір міне өз алдыларыңызда тұр дегенде шатырлаған шапалағы қайта көтерілді. Әкбар жадыраңқы жүзбен басындағы қалпағын қолына алып сахана алдындағы қалың қауымға басын изеп ілтипат білдірді де, туысқандар, бауырластар деп сөзін бастағанда шатырлаған шапалағы сілтідей тына қалды. Осыдан соң Әкбар сөзін жалғап: Қанқұйлы Гоминдан үкіметінің рахымсыз ұлттық езгісі халыққа жан түршігерлік ауыр апат әкелді. Ұлтпен ұлтты, халықпен халықты жауластырды. Осының салдарынан әр ұлт халқы кедейлесіп, ауыртпалыққа белшесінен батты. Халықтың мұң-мұқтажын айтып, жоғын жоқтаған ел ағалары, ашық ойлы азаматтар Шыңшысайдың қанды түрмесінде жан түршігерлік азаппен өлтірілді. Енді міне өгізге туған күн бұзауға да туып отырғанын өз көздеріңізбен көріп отырсыздар. Гоминдан бұнымен тояттамады. Гоминдаңның қанды қылышы енді осы отырған сіздердің де бастарыңызға түспесіне көздеріңіз жете ме дегенде жұрт тағы да асқақтата ұран көтерді. Жоғалсын Гоминдан, жоғалсын озбырлар, еркіндік үшін күресейік. Әкбар сөзін тағы жалғады. Ағайындар, бауырластар, біз халықтың бақыты, бас бостандығы, есе теңдігі үшін шепкаттанған халықтың қалаулы ұландарымыз. Біздің күресіміз әділетті күрес. Әділетті күрес сөзсіз жеңіске жетеді. Өйткені Гоминдаңның ұлттық езгісі мен қанауын көріп, аяусыз жанышталып отырған қалың қауым әділетті жақтайтындығына біздің сеніміміз камыл. Бұл қайдағы бір бос қиял емес. Сіздер осыдан бастап аттанысқа келіңіздер. Әділет үшін, ақиқат үшін, азаттық үшін күресіңіздер. Біздің барлық партизандар ең соңғы жеңісті қолға келтірмейінше, Гоминдаңды аударып тастамайынша аттан түспеуге бел байлады деп, өздерінің жеңіске жететіндігінің басты себептерін халыққа әсірелемей, әрлемей қаз қалпында баяндады. Әсіресе өздерінің айбынын асырып, дүмпуді, дүрлікті молайтып, оны қайнаған халық кегімен байланыстырып, осынау жоқшылықтың, кедейшіліктің кесапатының қайнар көзін қандауырлап шабақтап бір кетті де, Шыңшысай өкіметінің сансыз зорлық зомбылығын, халық басына қара бұлттай төнген ауыр алман салықты, соның аяғынан қаншалаған жазықсыз бейгүнә азаматтар мен ауыл ақсақалдарының абақтыда отырғанын, оның осы жолы түсіріп отырған әскери ат тарту ету жөніндегі қатыгез жарлығын ауыз қалғанда жұрт іші тағы да дүрлігіп дулыға көтерілді. Азаттық тобыңа бізді де қабылда Әкбар. Қара бөлгенше жастығымызды ала жатайық. Ердік соңынан азаттық үшін басымызды бәй тіктік. Дүбірлесіп, дуласып дүрліккен қауымды сұлтан күнде тағы да әрең тәртіпке шақырды. Әкбар ендігі сөзінің соңын алда тұрған кертартпа үкіметке қарсы ауыр сайыстың аш кезеңіне қарай бұрды. Өзі де есіліп, ашылып, тершіп алған болатын. Ойлы, өткір, ұялы жанары алысты барлағандай жарқ-жұрқ етеді. Өн ырғағы да біркелкі жатымды болатын. Бықпай, мызғымай, табанды тұрып айтқан сөздері тыңдарман қауымның жан жүрегін тебірентті. Әкбар сөзі аяқтай бере, әр жерден қатқыл, қышқыл, күңкіл, сүңкіл, әркелкі дауыстар қайта бастан көтерілді. Бұлардың үн ырғағы, жүрек тебіренісі бір тамырда желілесіп, бір арнада тоғысып, үндесіп жатқан тәрізді. Үкімет жағының шашпауын көтеріп келген бардан байлар мен ақалақшы болыстарда көп ауған жаққа Құдай ауады дегендей, оларда зұлым үкіметті діттей бастаған. Солардың бірі Дадай болыс. Жаздым, жаңылдым Әкбар, өзіме, өз халқыма опасыздық істеп, қара
басқанын енді түсіндім. Жазғаныма, жаза басқаныма қылған кеңдігіңе, кешірімділігіңе құлдық, сенің жолыңда төңкерісіңнен аяған жан, мал, дүние өртке кетсін деп тебіреніп сілкініп сөйледі. Өйткені Дадай болыстың осылай айтуының да жөні бар еді. Партизандар Ильяс бастаған атамандарды қоршап алып, мылтықтың найзасын кезеп тұрып қолға түсіргенде Дадай болыс біткен жерім осы, бұлар енді жуадай жусататын болды деген үрейде еді. Үкіметші жағының негізгі адамдары мен солардың жандайшаптарын тұтқын етіп байлатып алғаннан кейін Әкпар Дадай сияқты ел біліктілерін патихтар мен мұқасақтардың қарсылықтарына қаратпай босатып қоя беруге әмір еткен. Мұныңды түсінсем бұйырмасын әбеке, жаудаяған жаралы болады дегенді бір ескерсең не етер еді деген мұқасаққа уақыттың шұғылдығына сүйеп, мұны түсінетін боласың әлі. Біздің күш қайнарымыз халықта екенін естен шығармаңдар. Дадай маткерім сияқты ел біліктілерін жау жаққа тепсек, олардың халық ел ортасындағы ықпал беделін ескермесек, өзіңді өзің закутқа отырғызғандық емей немене деген. Дадай болыс сол майданда өзінің астындағы ақбоз арғымақты Әкпарға түсіп берді. Мәткерім болыс Әкпардан кешірім сұрап аяғына жығылған сығыменен арты зілді еді. Десе де көрінгенге қорланғанша елмен көппен бірге көрейін деген жерге келді. Дадай болыстың ақбоз атынан туған дүбір барған сайын етек жайып, мұндағы Сәменбет, Шағырай, Тілеуке, Торғай сияқты тұрғын ауылдардың бардан байларын, тіпті жалғыз атты жабырқау кедейлеріне дейін қара жарысқа бәсекеге салғандай болды. Солардың бірі бүкіл Көкқамыр алқабына танымал Жабықбай Ақалақшы еді. Өткен жылы көктемде Әкпардың астыртын жіберген адамына Жабықбай өз ойын қысқа ғана тұжырымдап, мен болсам қыл үстінде тұрған адамын, Әкпар қайта бер, қылыштан кәрі жаным даяп отырғандығым емес, әзірше мені әуретпей тұра тұрсын, торғай елі мен тұрғанда қайда барады, әзірлігі пысып жетіскен күні қасынан табылмаймын ба деген. Бұл ретте Тілеуке елінің болысы Жұмақан сияқты ел ағаларды ашық ашкере ісіне бірақ кетіп отырғанда бас аяғын қымтап тырп етіп жатып алуын Әкпар теріске жорғысы келмеді. Олай болатыны мынау Көкқамыр, Қорғас алабын алып жатқан қалың торғай елі тобын жазбай түгелімен аттануы. Жарлы жақпай демей бардан байларының да осы қимылға араласуын түпкі төркінін көп қақпан басып ысылған кәрі тарланның жатып алып жүргізген сүгітінен бөле қарамаған. Қасыңнан табыламын деген сөздің бір белгісі осы болса керек деп түйді Әкпар. Ел Әкпардың кейде астарлап, кейде тұспалдап айтқан ақыл кеңесін төте түсініп кетпесе де, ығына ақпалға бейімдеп бас шұлғысып даумен болған. Ара-тұра топ арасынан «Иә Құдай, иә аруақ, ақсарбас» деген дауыстар ауық-ауық көтеріліп тұрған. Жоғарғы қас, күнес, өртекестен бергі жерден келген ел ағаларда шымылдық астында бүркемеленген шындықты осы жолы түбегейлі түсінгендей болды. Бәрі де өз алдына іштей бекім алып, қараша қауымның қалжайын ойланатын, жаңа бір өзгеше дәуір қақпасының ашылғалы тұрған іштей межелеген. Бұдан асса ел сатқыны, ұлт сатқыны болатындықтарына көз жеткізген.